Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ болып шығатын әрі тез дайындалатын жеті шелпек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті алдымен сүтімізді дайындап аламыз. Жылы сүтімізге 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы маңызды. Енді бір ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, және де сары майымызды үстіне салып, үгітілмелі қамыр жасайтын боламыз. Сары майымыз өте жұмсақ болса, онда үгітілмей қалады қамырымыз. Сондықтан сары майымызды холодильниктегі сары майды алып, осылай үгітілмелі қамыр жасап алатын боламыз алдымен. Үгітілмелі қамыр жасап болғаннан кейін сүтімізді аз-аздан құйып, қамыр илейтін боламыз. Сүтімізді бір жолда бірақ құймай, осылай аз-аздан құя отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды жұмсақ қып илеп шығатын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға орап 10 минут тындыруға қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қайтадан бір қайтара илеп, қайтадан 10 минутқа қойып қоямыз. Сонда қамырымыз бір тегіс болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды 7 бөлікке кесіп шығатын боламыз. Қамырымызға ұн қажет емес. Осылай кесіп болғаннан кейін дөңгелектеп жайып шығатын боламыз. Аз-аз ғана ұн сепсек жеткілікті. Өте көп ұн себуіміздің қажеті жоқ. Мінекей осылай барлығын кесіп аламыз алдымен. Одан кейін қамырларымызды дөңгелектеп, аз-аз ұн себе отырып, қамырымызды жұп-жұқа қылып дөңгелектеп жайып алатын боламыз. Қамырымыз өте көп ұнды қажет етпейді, сондықтан ұнымызды аз-аздан себе отырып, қамырымызды жұқа қылып дөңгелектеп жайып шығамыз. Кесіп қойған қамырларымызды бетін жауып қоюымыз керек. Қамырларымыз кеуіп кетуі мүмкін. Сол үшін бетін орамалмен жауып қоя тұрамыз. Осылай бір-бірден қамырларымызды жайып шығатын боламыз. Мінекей осылай қалыңдығы өте жұқа емес, өте қалың емес, бір қалыпты болуы керек осылай. Мінекей барлығын жайып болдық. Майымызды алдын ала міндетті түрде қыздырып алуымыз керек. Қызып тұрған майымызға салатын боламыз. Шелпегімізді салғаннан кейін бірден аунатып алатын боламыз. Шелпегіміз өте тез піседі. Бірден ар жақ бетін аударатын боламыз. Осылай ақ күйінше пісіп шығады. Піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Осылай ақ күйінше тез піседі. Бір шамамен 1-2 секундта пісіп кетеді. Ар жағын аударып ала беруімізге болады. 2 секундтап осылай ар жағын аударып бірден ала беруімізге болады. Шелпектерімізді салғаннан кейін қызып тұрған майда осылай көпейіп шығады. Содан кейін дереу ар жақ бетін аударып ала беруімізге болады. Мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Тез әрі асыққан кезде өте оңай жасалады. Пісірғанға өте көп уақыт кетпейді. Ұзаса жарты сағат кетеді. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей осылай жұмсақ болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет.